Жастарды даму көрсеткіші бойынша Қазақстан 61-ші орынға тұрақтады. Бұл Global Youth Development Index 2016 ұйымының бағасы. Сараптау бірнеше сатыда жүргізілген. Анығы жастардың еңбекке жарамдылығы, білімге құштарлығы, бәсекеге қабілеттілігі сынды қасиеттер таразыланған. 183 мемлекеттің арасында асығымыздың алшысынан түсуі, еліміздегі жастар саясатына қатысты заңнамалық құжаттардың уақытылы қабылданып, дұрыс бағытта дамып келе жатқандығының нәтижесі. Себебі бізде жастар тек жастардың ғана проблемасы емес, биліктің барлық тармағы кешенді бағдарламаларын әзірлеген. Мәселен, дін істері және азаматтық қоғам министрлігі ұсынған 5 бағыт. Бірінші, жалпыұлттық жастар қозғалысы жобасын әзірлеу. Яғни еріктілер жасағын спорттық және шығармашылық жетістіктерді, еңбек дағдыларын дамыту. Екінші, әлеуметтік лифтілерді дамыту. Ынталандыру арқылы бәсекеге қабілеттілерге мүмкіндіктер беру. Үшінші, отбасы сағаты атты жалпыұлттық акция өткізу. Бұл бағыт жанұя құндылықтарын дәріптеуге негізделген. Төртінші, жастармен жұмыс істейтін мемлекеттік аппараттың кадр әлеуетін арттыру. Бесінші, ведомствоаралық үйлестіруді күшейту. Тағы да жұмыспен қамтитын бағдарлама ол серпін. Жастарды сол кадрлық және еңбек ресурстары мол аймақтардан, атап айтқанда оңтүстік аймақтардан солтүстікке оқуға және жұмысқа жіберу бағдарлама. Біздің ойымызша бұл ақпараттық түсіндіру жұмыстарын белсенді әрі сапалы жүргізу керек деп ойлаймыз.